бірнеше елін оқып шығу керек деп санаймын. Хади Тақташ, Мұқамай шиғырынан. Әкияттәге ике бала кебек, қойын башларына үрмәләп, ике штансыз малай дүния белән танышып йөргән идек бергәләп. Бірібіз сары шәшлі, бірібіз қара, сары шәшлісі ол мен идем, қара шәшлі қоңғырт қара көзлі, кәкірі аяқлы достым жан кисәгім, ол Мұқамай бәғірім сен едің. Ақ қойынға асылынып мінген кебек, мен тұрмышта хаман яқтыға, юарыға таба юл алдым. Мінген сайын жерінің матурлығын, яқтылығын көбірек көре алдым. Сен мінәлмәдің, қалдың, юғалдың. Көп точкалар. Сен ғымырың усал исем білән, қуанлып шақ білән шекләдің. Әллән ишек болды сенің ғымыр, сен Мұқамайым әллән ішләдің. Өткәнімні әкият итеп сөйләгәндә, шағылып кетсе сенің күләгәң, yok Мұқамай, hiç bir вакытта да сені усал итеп сөйләмәм. Сен ярлыйдың, ләкин іш сия идең. Сенің яхшы иде күңелең, сен білмәдің, сыйныф білгенліктен алай шығу мөмкин түгелен. Ничек жылатмасын, мына сенің дус жігітләрің. Ул бит һәр беребезнең дус жігітләр булды, һәр төрле язмышлар булды. Ул минем дус белән дә булды шулай. Бұл шиғырда һәр кем үзенең күпмедер рәвештә үзенең биографиясын, тормышын күргән. Шулай бит инде, заманы өчен. Сүз дә юк. Сәкинә апа бала тапкач, беренче баланы Мөслимдә айратны тапкачтан. Такташ шигырьләрен язып киттем мин аңа. Больницага. Сәкинә апага. Сәкинә апага.